Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Фильмнің аты Eyes Wide Shut. Бұл фильм бәлкім кино тарихының ең сырлы фильмдерінің бірі. Өйткені фильмнің ішінде сіздің ойыңызға келмейтін кейбір кадрларға жайғастырылған құпиялар және шифрлар бар. Бұл фильмді қараған кезде бір адамның бір нәрселер айтқысы келгендігін, бірақ мұны сөздермен айтуға қорыққандығын түсінесіз. Өйткені фильмнің режиссері Кубрик бұл фильмді дайындап Warner Bros'қа көрсеткеннен 4 күннен кейін құпия түрде өлді. Және фильм халықтан жасырылды. Неге жасырылғанының себебі енді анықталып жатыр. Кейбір сарапшылардың айтуынша бұл фильм иллюминати және масондықтың құпияларын ашық айдын басқаларға ұсынып тұрған еді. Және режиссер осы қателігі себебінен жойылды. Фильмнің тақырыбы бір доктордың досының көмегімен құпия масон жиналысына қатысуымен түсініксіз оқиғалардың қайталануы туралы. Фильмнің басталуындағы бір көріністе доктор және әйелінің елдің алдыңғы қатарындағы адамдар қатысатын бір мейрамға қатысқандығын көресіз. Бірақ назар аударуымыз керек болған жер партияға кіретін кездегі жүріп өткен коридордың дойбы декордан жасалғаны. Дойбы декорлық жерлер масондардың маңызды символдарының бірі, және масон ложаларының арнайы бөлмелерінің полдары осы декормен қапталады. Доктор және әйелі партияға кірген залдың барлығы жерінде 6 бұрышты жұлдыздардың бар екенін көресіз. 6 бұрышты жұлдыз бүгін Израиль туында жайғастырылған, және масондықтың ең үлкен символдарының бірі. Тағы осы көріністе доктордың әйелінің жанына келген адам өзін таныстыруда және венгр екенін айтуда. Кубрик сияқты бір режиссердің бұл адамға неге венгр екендігін айттырғанын ойласақ, сатанизм сектасының негізін қалаған адам Антон Шандордың венгр екенін көреміз. Бұл көріністе өзін венгр деп таныстырған адамның есімі де шынымен қызықты. Шандор Шавост. Сатанизм сектасын құрған адамның есімімен өте қатты ұқсас. Дәл сол көріністе бірнеше әйел доктордың қасына келеді. Әйелдердің бірі докторға ағылшын корольдігі туралы айтқаннан кейін өзінің Рокфеллер плазада жұмыс істейтіндігін айтуда. Өте қызықты. Көріністе сатанизм сектасын құрған Антон Шандор және ағылшын корольдік отбасы және әлемдегі ең сырлы отбасылардың бірі масондықтың, иллюминатидің ең жоғарғы есімдерінің бірі Рокфеллер есімі айтылуда. Кейінірек бұл екі әйел доктордың қолына кіреді, және доктор қайда барамыз деген кезде кемпір қосақтың біткен жері масондық сырлардың соңы, иллюминатидің құпияларының ашылғаны жері мағынасын береді. Сол кезде бір адам келіп, докторды жедел түрде жоғарыға шақырады. Өйткені бір әйел артық доза есірткіден өлейін деп жатыр. Бұл жердегі қызықты нәрсе әйелдің жатқаны жоғарыдағы суретпен бірдей. Бұл көріністен кейін доктор пианист досының кафесіне көңіл көтеруге барады. Пианист досы докторға бұл жерден кейін басқа жерге фортепиано шалу үшін кететіндігін, бірақ қайда баратындығын білмейтіндігін айтуда. Өйткені фортепиано шалатын кезде көздерінің байланатындығын да қосып айтады. Доктор қызығып, өзінің де ол жерге қалай баратындығын сұрайды. Пианист досы да оған кіретін кезде бір код сұрайтын қала сыртындағы бір үй. Бұл жерде пароль сенімділік дейді. Бірақ кіру үшін маска кию қажет. Беттің ешқашан көрінбеуі қажет. Доктор ол жерден шығып, кемпір қосақ символы бар бір маскашыға барады. Киімін алып қала сыртындағы бұл үлкен үйге барады. Ендеше, сіздің ойыңызша бұл үй кімнің үйі? Таң қаласыз. Әлемнің ең бай және ең сырлы отбасына тиесілі Ротшильд үйі. Доктор үйге масон символы тұрған екі колоннаның арасынан кіреді. Үйге кірген кезде ерекше, қорқынышты бір рәсімнің жасалып жатқанын көреді. Ортада ойнаған жалаңаш қыздар, әйелдер және қолындағы иісті зат түтететінмен мағынасы сырлы болған сөздер оқып жатқан екі дін қызметкері бар. Айналада да беттері маскамен қапталған және денелері жабық болған түсініксіз адамдар. Кейбір әйелдер өздеріне еркек таңдап қатынасқа кіруде.
Әйелдердің бірі доктордың жанына келіп, оған өте үлкен қауіптің ішінде екендігін, егер бұл жерден кетпейтін болса, өлетіндігін айтады. Бірақ дәстүрді ұйымдастырғандар доктор шақырылмаған үшін оны сұраққа тартады. Сұрақ қойып отырған адамның арқасында масондықтың 33-ші дәреже символы болып есептелетін екі басты бүркіт бар. Және назар аударыңыз, бұл оқиғалар Ротшильд үйінде болып жатыр. Кейінірек доктордың қайта бұл жерге келмеу және тақырыпты іздестірмеу шартымен еркін қойып жібереді. Доктор ол жерден шығып үйіне қарай баратын кезде қорқынышты түрде оны аңдыған адамды көреді. Ең қызықтысы, аңду құпия түрде жасалады, бірақ олар өздерін жасырмайды. Ашық айдын сені аңдып келеміз. Күш біздікі деп тұр. Және енді фильмнің ең қорқынышты жері, адамды ең терең ойландыратын көрінісі. Доктор бір журнал оқып отырған кезде сұлулық ханшайымы бір әйелдің есірткіні шамадан тыс қолданғандығынан өлгендігін оқиды. Бұл әйел доктордың бірінші барған мейрамда емдеген әйелі. Доктор моргқа барып әйелдің өлім себебін білгісі келеді, бірақ әйелдің есімін естіген кезде таң қалады. Өйткені есімі Аманда Куран. Фильмде режиссер бұл сөзді қатарынан 2 рет әріптеп қайталатады. Мұны көрермендердің түсіну үшін жасау мүмкін. Аманда Куран. Аманда К-У-Р-А-Н. Аманда мадақталған деген мағынаны білдіреді. Режиссер ашық айдын өлген қыздың есімін мадақталған Құран екендігін айтуда. Бірақ ең қызықты оқиға біткен жоқ. Доктор сөйлескен әйел моргтағы мәйіт үшін үстінде 19 бар дейді. Яғни Мүддесір сүресі 30-шы аят. Үстінде 19 бар. Және әйелдің мәйітінің көрінісінде артындағы 19 саны 40 секунд бойынша экранда тұрады. Ешқандай фильмде сан осыншама уақыт экранда тұтылмайды. Фильмнің соңында доктор масон партиясына қатысқанда киген киімдерін қайтарып береді. Бірақ маскасын таба алмайды. Бір түні үйге қайтқан кезде маскасын ұйықтап жатқан әйелінің қасына тасталған күйде көреді. Бұл иллюминатидің күшінің бір символы болып көрсетілген екен. Және тағы басқа қорқынышты ақпаратта фильмнің режиссері Кубриктің жоғары дәрежелі масон болғандығы. Бәлкім осы себепті осы көрген нәрселердің алдында үндемей тұра алмады. Және фильмінде осыларды түсіндірді. Ең соңында фильм біткеннен кейін бірнеше күннен кейін өлтірілді. Докторлар жүрек шабуылынан өлгенін айтты. Бірақ Кубриктің әйелі күйеуінің соңғы кездері қорыққандығын, бөлмеден шыққысы келмейтіндігін, үйінен шыққан кезде оқпен атып өлтірілгенін айтты. Тіпті осындай танымал режиссердің жаназасына қатысты ғаламторда ешқандай сурет жоқ. Ойымызға келген бір сұрақта, бұл фильм иллюминати туралы болса, неге Ротшильд отбасысы өздерінің үйін қолдануына рұқсат берді? Жауабы оңай. Кубрикте бір масон еді, және бұл фильмнің түсірілуі үшін 4 жыл кетті. Өйткені ішіндегі нәрселер басқа адамдарға белгісіз болуын қалады. Тіпті Том Круз және Никол Кидман, біз 4 жыл бойы бір фильмде рөл алдық. Бірақ тақырыптың не екендігін әлі де білмейміз дейді. Фильм біткеннен кейін 4 күн ішінде Кубриктің неге өлгені осылайша түсінікті болды. Әйелі Кубриктің өлімінің бір қылмыс екендігін айтса да, ешқандай журнал, теледидар, газеталар оның бұл айтқандарын шығарған жоқ. Қаласаңыз иллюминати деңіз, қаласаңыз басқа бір есім қойыңыз. Бірақ бұл әлемді басқарғысы келетін бір адамдар бар. Бізді қадам басқан сайын, қай жерге барсақ та басқарғысы келетін бір күш бар. Кейбіреулер бұл ұйымның, яғни иллюминатидің шайтанмен бірге жұмыс істейтіндігін айтуда. Егер назар аударып қарасаңыз, Кубрик бұл фильмде магия көріністеріне және түсініксіз сөздер оқылатын жерлерін түсірген кезде мұқиятпен жасаған. Меніңше бұл бірнеше сырдың ашылуы үшін жеткілікті. Фильм Warner Brosқа тапсырылғаннан кейін көп жерлері кесіп алынды деген мәліметтер бар. Яғни масондықтың кейбір сырларын осылайша сақтап қалған болуы мүмкін.